футболдан басқа, сыра ішуден басқа, машиналарды және қыздарды талқылаудан басқа жігіттерді күнделікті болып отыратын бірнеше әдеттер бірлестіреді. Және де бұл әдеттерді қыздар түсінбес. Сәлем әлем, Саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Осы видеода біз сізге тек қана жігіттер түсінетін күнделікті болып отыратын заттарды айтып кетеміз. Ал кеттік. Біздің мәдениетімізде ер адам батылды әрі ержүрек болуы керек деген парыз бар. Батылды болу дегенде ол біріншіден салмақты және көп эмоцияға берілмеуі керек. Біреу бірдеңе десе агрессия білдіруі керек. Мысалы, біреу ер адамды мазақ қылып араңдататын болса, оның басында үлкен талқылау басталады. Мысалы, егер ол жанжалға кірмесе, оны қоғам қорқақ деп есептеп қалуы мүмкін. Ал егер ол жанжалға кіріп дау қақтығыс жасаса, таяқ жеп қалуы мүмкін, немесе басқа да жаман нәтижелерге әкелуі мүмкін. Тағы бір мысал, еркек бір қиыншылықтарға тап болғанда кішкентай бала сияқты жылап қалғысы келіп тұрады. Бірақ, сен еркексің ғой, сен баласың ғой, не қыздар сияқты жылап деген ой басқа келіп өзіңді ұстауың керексің. Дәретханадағы писсуарға сиіп тұрған кез әр еркек үшін ерекше жағдай. Мен еркекпін, осындай ерекше, тек қана еркектерге арналған писсуардың алдында тұрып алып сиіп тұрмын деген оймен рахаттанады. Және де ыңғайсыз бір зат, әжетханада бос писсуарлар толып тұрғанда кірген адам дәл сенің қасыңа келіп тұрады. Осындай процесте қасыңда бөтен адам сиіп тұрса, оның мүшесіне қарамауға өте үлкен күш-қуат керек. Осыған қоса сенің мүше-мүлекіңе басқалар қарамасын деп сен де аңдып тұрасың. Және ең қиыны, дәретханада адам толып ушу болып жатқан жағдайда сиюге қиын болып қалады. Әрбір ер бала есейген сайын денесінен жүн өсе бастайды. Бетте, төс пен іште, қолтықта, аяқ пен қолда және де жыныстық жерлерде. Жаңа айтып кеткендей, батылды және нағыз еркек сияқты көрінуі үшін сақалды өсіргісі келіп тұрады. Сақал әдемі болып өссе ғой шіркін, керісінше әр жерден бір талдан және топтап көріксіз болып өседі. Сол кезі, мысалы достар немесе кластастар арасында біреулерде сақал және жүн өсе бастағанда ол бала есейген және нағыз жігіт болып көрініп тұрады. Алайда арасында міндетті түрде дым жүн өспейтін нәзік сары бала болады. Оны барлығы сосын керемештей бастайды. Ал осы қиын жағдайда жігіттердің барлығы болды деп ойлаймын. Барлығымызда мектепте немесе колледж бен университетте оқып жүргенде немесе жұмысқа жаңадан кіргенде ұжымдық фото жасайтын сәт келеді. Классика бойынша бала қыздың белінен құшақтауы керек. Алайда жаңа қалыптасқан ұжымда білмей қаламыз. Белін құшақтайтындай қарым-қатынас келді ме, әлде әлі ерте ме деп сасқалақтап не істерін білмей қолың ауада салбырап қалған фотоға түсіп қаламыз. Ер бала жан жарақатын көтере алады. Бетке соққыны, ішке соққыны, бірақ тұқымына келген соққыны шыдай алмас. Ер баланың барлығына кезінде доп тұқымына ұшып соғылды десем қателеспеспін. Немесе біреумен алысып жатқанда тиіп кетуі мүмкін. Сол кезде тозақтағыдай ауру сезіле бастайды. Қонақта жүргенде әжетханаға барғанда унитаздың қақпағы түсіріліп жатуы мүмкін. Сол кезде сен сиіп тұрғанда сол қақпаққа тигізбеуге тырысасың. Не десең де бұл қиын зат. Және солай тырысып сиіп тұрғанда астыңнан жайлап тамып ақырында сол қақпаққа тиеді. Содан кейін қағазбен сүртіп тастайсың. Немесе сол қонақта жүргенде сиіп тұрғанда унитаздағы суны көпірмей, шу шығармайын деп унитаздың ішкі қабырғасына сиесің. Әрбір есейген жас еркек таңымен оянғанда көбінесе жалғыз оянбайды. Онымен бірге оның астындағы досы оянып тұрып тұрады. Сол кезде үйде басқа біреу болса, әжетханаға бару үшін ол жатқанын күтіп жатасың. Немесе күтпей барам десең бірнеше қиыншылықтар күтіп тұрады. Біріншісі әжетханаға жету. Ол тұрып тұрғанын үйдегілер көрмесін деп тығып қадағалап барасың. Екіншіден сиюге қиын болады. Сондықтан унитаздың үстінде жартылай жатып сиюге тура келеді. Ерте ме, кеш пе, бірақ әрбір еркек баланың өмірінде дәріханаға барып мүшеқап алуға уақыты келеді. Қызбен кездесіп жүріп, уақыт өте келе бір іспен айналысуға уақыты келеді. Сол кезі ер бала дәріханаға мүшеқап алуға барады. Бұл өте қиын тапсырма болып тұрады, өйткені бірінші рет алып жатырсың және жассың. Дәріханада тұрып, сатып алушылардың барлығы шығып кеткенін күтіп тұрасың. Сенің кезегің келгенде артымнан ешкім кірмесе ғой деп үміттеніп барасың. Артыңнан біреу кірсе, оны кезектен тыс өткізіп жіберуге мәжбүр боласың. Әзірге болды достар. Егер сіз осы видеода өзіңізге таныс оқиғаны кездестірген болсаңыз, осы видеоны лүпілдеп лайк басыңыз. Және келесі видеода біз тек қана қыздар түсінетін проблемаларды қарастыратын боламыз. Сондықтан менің Саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.